Жұрттың жағасын ұстатқан бұл оқиға Атырау қаласының Алмагүл ауданында орын алған. Өз үйінде алаңсыз жатқан адаммен өз тілектерімен жүрген Маса сөзге келіспей қалады. Ашуға булыққан адам Масаны көгала қойдай қылып сапалақтың үшкірішімен денесіне бірнеше жерден жарақат жасап, артынша шала жансар денесін терезеден лақтырып жіберген. Маса оқиға орнында тілге келмей қайтты. Күдікті жантүршігерлік қылмыста өзінің кінәсіз екендігін алға тартты. Күдіктінің айтуы бойынша Маса рұқсатсыз үйіне кіріп, түнімен ызыңдап жекесін жұқартқанымен қоймай шаққылап қанын ішкен екен. Алайда марқұмның туыстары мұны жоққа шығарып отыр. Бұдан бұрын да қандықол қылмыскер Масаларға күн көрсетпей, әртүрлі Маса өлтіретін дәрілерді жағып, сабалақпен соңдарынан қуып, балағат сөздер айтып, намыстарына әбден тиген көрінеді. Десек те соттың басты талқылауы 20 қыркүйекте өтеді. Сол отырыста күдіктіден толыққанды жауап алынбақ. Ал адамдардан жерленген Масалардың тілегі бір, олар сот әділ шешім шығарса дейді.